Саламатсыздар ма? Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге осындай керемет дәмді гриль мен картоптың дасалу дайын көрсетемін. Осындай болып шығады. Керемет дәмді ерекше тағам. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Жасалу жолы оңай әрі дәмді. Мен оған осындай бір грильді алдым, тауық етін. Әбден арасында осыны енді тесіп аламыз арасына, тұздық несі бару үшін. Әбден тесіп алдым пышақпен. Қалыңдау еттеріне тұздық бару үшін. Әбден тестім араларын пышақпен аямай, осып. Арасына тұздығы сіңеді. Оған керекті бұрышым, жуам, тұзым, майонез және томат қостым. Жуаны осылай тіліп алдым. Дөңгелектеп. Оны тауық етіне саламыз осылай грильге. Сарымсақ турадым ұсақтап. Приправа салып атқан. Тауық етінің өзінің приправалары салып атқаным. Әбден барлық шетіне жеткізіп саламыз приправасын. Тауықтың өзінің приправасын салып атырмын. Қызыл бұрыш салдым кішкене. Енді осыған бір кесе қаймақ, майонез, оған бір қасық томатымыз салып, әбден араластырамыз екеуін. Мұны енді тауығымыздың үстіне жағамыз әбден. Барлық жеріне тигізіп әбден майлаймыз тауығымызды. Әбден сіңеді сонда. Тескен жерлеріміз бар, барлық жеріне сіңу үшін. Осын бір сағаттай қоя тұрамыз әбден. Барлығы сіңгенше. Керемет болып шығады сонда. Жуасы бар, приправалары бар, сарымсағы бар. Оған дейін картоғымызды дайындап аламыз, аршып, жуып дайындаймыз. Ішіне дейін құйып жатырмын. Салып атырмын приправаларын. Менде картошка кішкене сұйық май қостым. Татымына қарай тұзын салдым. Бір сағаттай тұрған грилімізді духовкамызге қыздырып қоямыз. Соус құйдым кішкене. Енді осыны противенге салып газге қоямыз піскенше. 45 минуттай пісіреміз.
Оған дейін картоғымызды тураймыз. Осы тұздығымыздың үстінен картоғымызды ірілеу етіп тураймыз. Бір картопты 4-ке бөлдім. Ірілеу етіп. Осыны қазір салып пісіреміз. Картоғын мен бөлек пісіріп алдым. Грилді да бөлек пісірдім. Менде картоғым. Енді тавамызға майымызды құйып, ысығанша қоямыз қыздырып. Оған мана картоғымызды саламыз. Жаңа мен окорочка грилдің сөліне салдым. Сонда дәмі керемет болып шығады. Міне осындай болып піскен түскі асын, кешкі асқа да болады жеуге. Осындай болып шығады дәмді, ерекше. Балдарға жеуге жақсы. Сіздер де осылай жасап көріңіздер, ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, ас болсын.